жалпы болатын іс. Шыдай алмай бұрылып кеттім жолдан. Енді кеттік бұйырса Қаратауға. Қатты жүрсең шайқайды. Ұйқы қыса бастаған кезде документтер тексеріп бүйтіп жатыр. Қоя алмайды екенсің дейсің. Жаман жолдар басталған кезде видеоны соңына дейін көріңіздер. Соңында барлығын айтатын боламын. Қандай тәжірибе алғанымды, не көргенімді, не түйгенімді және жүкті қалай тапқанымды айтатын боламын. Алматының қақ ортасындамын. Осы жерден қосылуға тура келді. Жинап жатырмын кері қарай. Көрінбейді екен таулар, В общем, кері қарай жинап жатырмын қазір. Қазір бір жүк бар тағы да шыға берісте, Қаскелеңге жақындағанда. Сол жерден тиіп аламыз, трицикл тиіп аламыз. Оны Таразға. Мынау Аралға барады берсе. Осындай жүк тиіп жатырмыз. Трицикл осылай жатады екен. Мен ойлағам, алдын ашып қоятын шығармыз деп. Мына осылай артып шығып тұрады. Мына шиналарды қазір мында салып аламын. Смело сөйтіп тұр. Прикольно. Неге жаңа тиіп жатқан сүрейін деп едім. Штативім өткенде Таразда түсіп қалған қалып қойыпты ғой. Ұмытып кетіппін. Машинаны жуып алдық шықтай қалып. Все, бұйырса кеттік. Мен ойлап жатқам, алдына шығарып қойып стяжка стяжкамен тартып қоямын ғой деп. Жабылмайды ғой деп ойлаймын. Смело жабылды. Арты да, алды да. Мына өзі 3,20 негізі. 3 метр 20 сантиметр. Болды, осылай тиіп алдық. Кішігірім автобус болып кеттік, трал болып кеттік. Әнеке осылай тиіп алдық. Жау болды. Сәл пәл шықты. Шамамен 50 сантиметрдай шығып тұр ғой. Мынау қалай түседі деп сұрақ болса, если что, мынау самосвал, яғни алды көтеріледі. Қазір барған кезде, түсірген кезде солай самосвал алдын көтеріп жібереміз, болды, артқа қарай түсе қояды. Алматыдан түбегейлі шықтық. Жалпы жақсы келе жатыр. Әдемі тұр. Артына қарай тиеліп тұр ғой енді. Стяжкамен тартып алдым, кішкене қыстырып. Арт жағын. Жаман емес, әдемі келе жатырмыз. Неге бұлай шығып кеттім десеңіздер, енді негізі жалпы болатын іс, негізі жасауға болады. Келгендегі табысым аз, енді бара жатқанда табысым одан да аз, бірақ енді көреміз, ертең Шымкентке жетіп алып, Шымкенттен жинап көреміз ары қарай. Бірақ сосын мен ерте шығып бара жатырмын. Неге десеңіздер, ан жақта Оралда шаруам бар. Солардың уақыттары келіп қалды. Сондықтан ертерек шығып бара жатырмын. Соның кесірінен осылай толық жиналмай шығып бара жатырмын. Негізі бұдан да көп жинап, тек қана бұл затты емес, мысалы бұл затты алмайсың ғой. Жалпы заттар жинап, негізі шығуға болады. Яғни толтырып, басқа заттармен көбірек ақша табуға болады. Нәски дейміз, нәски. Үшін орында тұр. Жел екен қазір ішке кіріп айтады. Жүк орында тұр, нормально. Тек салмақты түсіру нүктесі дұрыс емес, дұрыс орналастырылған жоқ. Соның кесірінен былай нелерде шайқайды. Қатты жүрсең шайқайды, шоқалақтарда шайқайды былай. Бағана кішкене өзім құтырып басып көріп едім. Біраз шайқады. Әрең тоқтаттым былай. Сондықтан негізі дұрысы мен анау енді трициклдің өзінің несі бар ғой, борты бар ғой, сол борттың ішіне 4 дөңгелек тиіп тастадық қой, 4 покрышка. Сонысымен жаңағыдай негізі былай алға қарай артын ал жаққа қарай шығарып қойған дұрыс екен негізі. Былай 70-пен нормально, 70-пен жүреді.
Бұнда не емес, проблема емес. Меркеге келіп қалдым, Меркеге. Жанымызда Мерке. Жалпы бәрі жақсы, жаман емес. Круиз контроль бәрі жасап келе жатыр. Жақсы жүріп келе жатырмын. Жел арттан қатты не жұмсап жатқан жоқпын. То есть расход аз, шығын аз. Енді бірақ сонда да тоқтап қазір демалатын шығармын. Себебі қазір мен Қаратауға баруым керек. Қаратауға бару үшін әлі 250 километр бар. Осымен Меркеге қонатын болып шештім. Өйткені түнде енді қанша жерден магистраль, қанша жерден жол жақсы болса да түнде жүрген ол жаман негізін. Сосын енді ондай қатты шаршаған жоқпын, бірақ егер қазір мен түнімен жүретін болсам, сосын таңмен ертең бүгін түнде ұйқым дұрыс болмаса, ертең күндіз тағы ұйқым дұрыс болмайды. Күндізде жүргізбейді бәрібір. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Меркедеміз. Кеше осында түнеп, осы заправкаға түнеп. Күшті, бәрі жақсы, әдемі ұйықтадым. Ешқандай кедергі болған жоқ. Енді кеттік бұйырса Қаратауға. Қаратауды күндіз көру бұйыртты әйтеуір. Ал, бисмилля. Тау ат әдемі. Қандай әдемі. В общем, шыдай алмадым. Шыдай алмай бұрылып кеттім жолдан. Мына тауға кішкене жақындайыншы, тауды көрейінші деп. Кеттік. Көп болса 1 сағат уақытымыз кетер. Бірақ Алматыға келіп тұрып, мына жаққа келіп тұрып, тауға жақындамай кету деген білмеймін. Тауға қолым жеген жоқ қой вообще. Алматыда да шыға алмадым тауға. Қараңыздар, жай ғана ауыл болса да осындай көшелерде тіпті арт жақтарына дейін асфальт төселген ғой кәдімгідей. Бір із болса да асфальт төселген. Қандай керемет, ә? Бірақ енді бұл жақта асфальт арзан болар. Әжептәуір арзан болар бізге қарағанда. Адамдардың бәрі қалай айтады? Назар алып, маған алып тұрады бәрі қарап. Оны істеп жүр деген сияқты. Прицеппен, еще артында несімен қызық. Жалпы Google картамен мына жақта бір базыма бір нәрсені көрсетіп тұр. Жол барады сол базыға дейін. Мына таудың жартысы Қырғызстандікі, жартысы біздікі ғой. Осы таумен бөлініп тұр екен Қырғызстан. Тау мен ойлағаннан да алыс екен. Асфальт бітіп қалды мына жақта. Ары қарай енді жайын жол. Бұл жайын жолмен жүре алмаймыз. Өкінішке орай. Мына базалар тауға кәдімгідей қатты жақындайды шығар деп. Олай емес екен. Менікі болса прицеппен түсіріп алып ары қарай осылай басуға болады. Кстати, келесіде осындай бір нәрсе сатып алып осылай саяхаттауға идея екен шынымен де. Осылай бір жерге қойып қойып көлікті, сосын осымен жаңағыдай баратын жерлерге, бару қиын жерлерге барып келетінде мотоцикл сатып алып. Жарайды, бұйырмапты тауға жақындау. Бірақ қандай көрінісі әдемі.
келесіде барамыз енді тауға. Қазір саяхаттау үшін келген жоқпыз. Жүк тасу үшін келдік, сондықтан жұмыс жасау керек. Бірақ мынау жақсы идея маған ұнап тұр. Осылай мотоцикл бір нәрсе сатып алып, осылай прицеппен саяхаттап, сосын жаңағыдай бара алмайтын алыс жерлерге мотоциклмен барып келеді. Былайша айтқанда экспедиция жасау керек. Мынандай жолдармен жүру керек, мінекей. Мынандай жолдармен жүру керек. Мындай жолдармен мына прицеппен қазір жүре алмаймын ғой. Онсыз да қызып тұр уже. Ауылдың арасына кіргенге. Ауылдағы үйлердің көбісі жалпы совет үкіметінде салынған ескі үйлер екен. Бір жағынан әрине бір өзінің бір атмосферасы бар, өзіндік бір стилі дейін ба, қалай айтсам енді, бір өзіндік бір атмосферасы бар да, өзіндік керемет бір ескі бір қызық. Ал бір жағынан өкіндіреді, қарап тұрсаң ішінде күйдіреді деген сияқты. Яғни бір осындай ауылдарымыз дамып, біздің міндетті түрде бүйтіп қалаға айналып кетпеу керек, бірақ сонда да жаңағыдай Германияның ауылдары деген сияқты сондай дәрежеде дамуы керек. Газ құйып жатырмын. Газ құйып алдым, то есть. Тек қана осы жерде 120 теңге екен, тек қана осы бірақ заправкаде. Қалғандардың барлығында арзан. 112 теңге болу керек, қателеспесем. Именно қымбат заправкаға тап болып тұрмын ғой менде. Жарайды, бұйырғаны. Бисмилля. Кеттік. Таразға 60 километр қалды. Бұйырса Тараз. Сосын Қаратау. Ал кеттік Қаратауға. Қаратауды да көрейік. Ақтауды көрдік, Ақтөбені көрдік, Қаратауды көрейік. Негізі көп әлі. Қазақстанды аралайтын жерлер көп. Өскемен, Семей, не бар, Қатонқарағай, осының барлығын аралау керек. 102 теңге екен. 102 теңге газ. 18 теңгеге ұтылып қалды. Жарайды, бұйырғаны. Ақыртөбеден шығып баратырмыз. Тараздың айналма жолына түстік. Қазір шамамен 90 километрдай бар Қаратауға. Шамамен бір 20 километрдан кейін оңға бұрыламыз. Тараз Аса тас жолына түсеміз. Содан соң Асаға жеткеннен кейін солға бұрыламыз. Сол жолмен Қаратауға кетеміз. Асаға келдік, мінекей Аса деген ауылға. Бұл Аса деген ауылдан екі жол бар екен. Немесе тіке кетіп қаласың, яғни Қаратауға тіке кетесің. Асаның ішімен өтіп, темір жолдан өтіп. Ол жол қысқалау, бірақ шамалы сияқты. Шоқалақ жолдар нашарлау сияқты. Өйткені картадан көрсеткенде 1 сағат 15 минуттай көрсетіп тұр. Ал мына жол оған қарағанда ұзақтау. Яғни ана жол 61 километр болса, мына жол 85 километр. Яғни 20 шақты километр мына жол ұзақтау. Бірақ мына жол жақсы деп айтып тұр сол жаңағы Қаратауда күтіп жатқан кісі. Арттағы жүктің иесі солай айтып жатыр. Google навигатормен келе жатыр едім негізі. Google навигатор скоростьті көрсетпейді, яғни қанша шектеулі, қаншадан асыруға болмайды, соны көрсетпейді.
2 кечтип косуп алдым. Жолу жакшы экен. Осылай ағаштардың арасында атмосферно, әдемі. Енді комментарийларға жазып жатады кейде адамдар, сен видеоларын жалықтырады, іш пыстырады, ұйықтап кетеміз, болмаса кеттік, бұйырса деген сөздерді көп айтасың деп. Иә, көп айтамын, себебі өзім де білмеймін мына жаққа бара жатқанда не болатынын, қазір алда не болатынын, жолда не болатынын білмеймін. Сондықтан бұйырса көреміз, кеттік. Бұл қазақша сөздер, мүмкін қазақша сөздерге үйренбегендіктен шығар. Әйтпесе, мына орысша контенттерде, яғни орысша видеоларда да осылай айтады. Едем дальше, погнали, кеттік деген сөз, погнали деген сөз ғой. Жалпы осындай сөздерді көп қолданылады негізінде. Мүмкін қазақша сөздерден көп естімегенсің шығар. Я, мүмкін кейде көп айтатын шығармын, өйткені алда не болатынын білмеймін. Сондықтан бұл жалпы бұл канал, бұл видеолар бір нәрсе үйрету үшін емес, яғни профессионал түрде мен өзім кәсіпқой маман болып бір нәрсені сіздерге үйрету мақсатында емес. Яғни не өтті басымнан, қалай болды, қалай дамып жатырмын, қалай жетістікке жетіп жатырмын, сол жағынан көрсетуге дайынмын. Сол көрсету үшін жасалған видеолар. Сондықтан қарап отырған көрермендерге рахмет. Қарап комментарий жазып ұнап жатқандарға, сіздерге ұнаса, енді бұйырса бірге дамимыз алға қарай. Әлі де үйренеміз, қалай түсіру керек екен видеоны, жақсылап қалай түсіруге болады. Ол жағынан бұйырса бірге дамимыз. Өйткені сен ақша салып, мықтап, күштетіп видео түсіруің мүмкін, бірақ ол атпауы мүмкін да. Ал сол бүткіл ақшаң, еңбегің кетіп қалады да, ал видео просто қалады. Ешкімге ұнамай, ешкімге атпай, көрінбей қалады. Сондықтан видео ұнап жатыр, көбіне видео атып жатыр, шүкір. 17 мың просмотр, 18 мың просмотрдың өзі мен үшін керемет. Енді жаңа айтқанымдай, алға қарай бірге дамимыз бұйырса. Бұл бірге дамитын канал. Бұл дейтін барлығын күштетіп, әдемі етіп көрсететін канал емес. Бұл қалай бар, солай көрсететін канал. Сондықтан бірге болыңыздар, тіркеліңіздер. Бұйырса көреміз. Бұйырса көреміз, алда не болатынын. Жанымызда үлкен көл тұр. Бийлі көл. Осындай көл бар екен. Көк түсті. Бийлі көл дейді атауы. Комментарийсіз ешқандай сөзді қажет етпейді. Өте әдемі. Таулардан ағып жатқан бұлақ. Рассказывай, риск, құлап кету үшін. Басы жарады.
босатайық, босатайық. Артынан ұстайсыздар ма? Жай. Аха, босатайық. Болды. Ал Қаратау деген осындай жер. Жүкті тапсырып тастадық. Аман есен. Бәрі риза. Клиенттер риза. Керемет. Енді келесі Шымкент. Шымкентке жол тарттық. Қазір айналма жолмен шығып, Тараздың үстімен өтіп, Шымкентпен өтіп кетеміз. Шымкентке өтіп кетеміз, асып кетеміз ары қарай. Айналма жолдармен. У меня же кофемашинка. В общем, мы сейчас будем делать кофе. Вот нам принесли какой-то местный тортик, говорят, именно с этой провинции. Мына жерде мынандай қалаға кіре берісте мынандай демалатын орын жеке қарайтын орын. В общем, мына жерге мынандай көрініске. Қандай керемет, қандай керемет көрініс. Қаланың үстінен қарап тұрасың. Қаратау деген осы болды. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді деген өлең осы жақтікі ма сондағанда? Мына жерде бір нәрсе бар. Бір нәрсе қазып отыр мына жақта. Шахталар. Керемет. Қаратауды да көрдік. Керемет көріністі көрдік. Мына жақта мынандай керемет көрініс бар. Кім ойлаған приорамен, прицеппен мынандай жерге дейін келеді деп. Ғажап. Мына жерден перевалға шығады екенбіз ғой, ұмытып кеткенмін ғой. 5 километрдай. Айтып жіберіңіздерші, комментарийға жазып жіберіңіздерші. Ана перевалдан шығу жеңіл ма, әлде мынадан жеңіл ма? Қайсы жеңіл? Яғни көтерілістер аз, жеңіл көтерілуге болады. Ал шықтық перевалға. Аллаға шүкір. Машина қызды кішкене. Пешті қосып көмектестім кішкене. Алда тағы да бір перевал бар. Күн бұлтты. Жаңбыр жауып кетті. Жаңа Күйіктің перевалы мен Шымкенттің ортасында келе жатырмыз. Шақпақ атадан өтіп кеттік. Жаққа риза болатыным бар ғой осы. Поля ғой. Европа сияқты ғой. Егістіктер, бәрі егістіктер. Бос жатқан жер жоқ. Шынымды айтайын, мен басында ойлап жүрдім Шымкентті пустыня деп. Шамамен Ақтау сияқты жерлер деп.
Неге десеңіздер, басында бұрында Шымкент ыстық деп естіп жүрдім ғой енді. Шымкент, Ташкент өте ыстық қалалар. Енді ыстық жақтарда әдетте не шықпайды ғой, жаңағы шөп шықпайды деген сияқты, ағаш шықпайды деген сияқты. Солай ойлап жүрдім негізі басында. Шын мәнінде ол басқаша екен. Керемет. Тағы бір перевалға келдік, Қордайский перевал. Әдемі әрі қауіпті перевал. Құлағым тұнып отыр. Құлақ тұндырып баратыр. Үшінші скоростьпен шығып келе жатырмын. 2000 оборотпен. Нормально. Пока қызықтатқан жоқ, алдағылар шыға алмай жатыр. Шымкенттен әуе түсіп жатқан. Еще заказ беріп қойып отырмыз. Мұнда мынандай донор көрейін деп жатырмын қазір. Мен фаршированный шашлыкпен осыдан бірнеше жыл бұрын өткен кезде, осы Шымкентте өткен кезде соның дәмін көріп едім. Соны дәмі аузымда қалып қойып, есімнен кетпей кәдімгідей. Соны сағынып жүредім. Қазір соны лаваштағы түрін көрейін деп жатырмын, донордан. Мінекей, мынау енді Алматыдан салып алдым, білесіздер. Мынау Шымкенттен салып отырмын қазір. Шымкенттеміз. Сосын тағы да осындай заттар тиейтін боламыз қазір. Мінекей осылай тиеп алдық. Дөңгелектердің бәрі Аралдан түседі. Мына темірлер жүрісі Ақтөбеге дейін барады. Салмақ бір шамамен жалпы алғанда бір 650 сондай болар. Шамамен 650 дейді салмақ түскен болар. Болды. Сағат 8:30 болып Түркістанға келдік. Аман есен. Бәрі жақсы. Тек жүк сәл-пәл ауырлау. Енді ауыр болғанда қатты бұлай сезілмейді, бірақ 300 метров. Поверните направо, а затем поверните налево, во двор. Секірген кезде былайынан шоқалақтардан өткен кезде былай дірілдейді ғой. Сол кезде көлікті де бірге дірілдетеді. Сол жері прикольно. Жолдан Магнумға соғып кетейін деп жатырмын. Енді қазір бұйырса неге дейін Қызылордаға дейін айдауым керек. Қызылордаға дейін жүріп өтейін деп тұрмын. Сондықтан жолға чипсы ма бір нәрсе алып алайын деп тұрмын. Негізі қатты бір жегім келіп тұрған жоқ. Аузым ауырып тұр негізі. Бірақ енді андай ұйқы қыса бастаған кезде сондай бәлелер жақсы да просто. Жаңағыдай чипсімен немен ұйқыңды ашып отырасың. Түркістан өте әдемі қала, өте әдемі. Әттең профессиональный видеограф емеспін. Профессионал болсам әдемілеп видеолар түсіретін. Түркістаннан газ жасап алдым жаңа. 15 литр кетіпті. Өте әдемі, жақпаған. Мен сол енді түсінбей келе жатырмын да. Менде сол былай қарапсан салмақ сол, яғни салмақ бірдей. Өткен жол Қызылордадан келген кезде мен салмағым шамамен осындай болды енді, прицептің салмағы. Бірақ Қызылордадан келген кезде қатты жеді енді. Газды қатты көп артық жеді. Енді 100 километрға 17 литрдай жеді. Ал қазір идеально 150 километрға 15 литр.
әдемі жеп тұр. Бірақ мен бұл жолда басқан жоқпын, мүлдем 75-80 максимум асырған жоқпын. Демек, яғни скоростьті аз ұстап отыру керек болып тұр ғой. Яғни мен Қызылордадан келе жатқанда 100 сондай ұстап отырмын ғой, 80, 100 солай 90 қыл. Әрі алдан жел болған сияқты ол кезде. Солай. Демек, асықпай отыру керек, асықпай отыр. Арбамен қоян алады дей ма? Ассалаумағалейкум. Так, мен екеуміз жерде ұйықтап қалдық. Кеше түнеп қалдым осы жерде. Қызылордаға жете алмай қалдым. Тәуекелі барғым келген жоқ. Жаңа Қорған деген жерде ұйықтап қалдым. Осындай жерде, мешіттің қасында, жолдың үстінде. Ұйқы құсып қатты не істегесін тәуекелге барғым келген жоқ. Сосын енді кеше дөңгелек босап кетті ма екен, түсінбедім. Мен дөңгелектер барлығын қатайтып алдым жақсылап. Бірақ аздап қойды. Енді тек май құйып алу керек. Пробкадан қайтадан жібере бастаған екен май. Солай, қазір май құйып аламыз, сосын едем дальше. Түнде жаңбыр жауған ғой. Даланы қараңыздар. Тұманды. Даже сейчас. Әп-әдемі болып тұр ғой тұман. Я не хочу плакать. Нет, Қызылордаға келдім. Жаңа гаишник тоқтатып алды тағы да. Документтер тексеріп, бүйтіп жатыр. Маған тағы да байланды, тағы да білмеймін, бір нәрсе тапқысы келді енді. В принципе, бәрі түгел менде. Бір нәрсе тапқысы келді. Прицеп айтады, прицепте тентовка болмау керек қой дейді сатып алған кезде. Сосын ол техосмотрға соғыл, то есть техпаспортқа соғылу керек қой, тентовка отдельно дейді, бөлек. Өзіме айтамын, мен қайдан білемін, тентпен бірге алдым ғой мен, түгел алдым бәрін. Сатып алдым да, техосмотрын, страховкасын бәрін жасап алдым мен. Сразу бірден. Сөйтіп айтамын ғой. Сосын былай қарады, жарайды, жақсы деп. Жолыңыз болсын адамдар деп жіберіп қойдым. Солай. Ондайды бірінші рет естіп тұрмын мен, тентовкасын бөлек соқтырту. Тентовка деген ол жай былайша айтқанда бетін жауып қоятын қапшық қой. Оны ауыстыра бересің оны кез келген уақытта. Солай. Қазір енді Қызылордаға соққанда ішіне кірмейміз. Шет жағынан май салып алу керек. Көлікке құятын май, моторға құятын май. Болды, сонымен газымызды жасап аламыз. Ары қарай едем дальше. Аралға жеткеннен кейін жаңа аралдағы күтіп алатындарға хабарласамыз бұйырса. Бір қалыппен жүріп отырып, 70-пен жүріп отырып, Аралға да келіп қалдық. Аллаға шүкір, аман есен. Аралға түсетін заттар қазір. Мына дөңгелектер, мына дөңгелектер түседі. Саржанды темірлердің бәрін Ақтөбеге алып кетеміз. Бәрі әдемі зат oldu, әдемі орны қалыпты ғара. Осы жол жақсы жүк болды әйтеуір, қайтарға. Сынбайтын жүктер әйтеуір. Всегда с рюкзаком, всегда в одном ухе наушник. Да. Они патрулируют. Бір амортизатор үзіліп қалған ғой. Верно, видишь, это и поражает проваливание. Потому что тут огромное количество полиции.
Батысқа кірген сайын жолдың бәрі осылай. Секіреміз, гармошкамен келатырмыз, гармошка. Хотя закат осындай, закат әп-әдемі. Андай кафеге тоқтадым ғой. İçinde адам толдыр. Өзбек бар, тағы дағыстандықтар бар. Бірақ қазақтар аз ба деп қалдым ғой. Кофе таба алмадым, кофе іздеп едім мына ішен. Кофе 3 в 1 салып алдым. С собой бар дегесін. Бірақ ол да онша емес. Кәдімгі зерновой кофені сағынып қалдым. Кофеман болған жаман енді. Бір кофенің бір несіне түсіп алсаң ше, андай бір өзінің ше деп қоясың ғой. Шымкентский өзінің бір дәміне түсіп алсаң кофені қоя алмайды екенсің дейсің. Автодоммен кетіп бара жатыр. Саяхаттап жүрмеген интересно. Қолдан жасалған сияқты. Ящигі бар алдында. Мына жолдарды айтпаса да білесіздер енді. Бірінші бөлімнен Ырғыздан кейінгі жолдар, алды Ырғыз. Қандышып қазір енді. Мүлдем біздің батыс, білмеймін, қараусыз қалған ба бір нәрсе. Вниманиесіз қалған, вниманиесіз. Жолдар. Әрі дейтін түнге келіп қалды ғой. Ойлағам негізі Ақтөбеге дейін жетіп алам ба деп. Түндерек болса да. Бірақ мына түрмен жету мүмкін емес. Фурлардың өздері жүре алмай жатыр. Әрең дегенде Ырғызға жеттім ғой. Жол деген талып жатыр ғой, талып. Ары қарай жүргім келіп тұрған жоқ. Бірақ клиент жазып отыр мына ішіндегі жүктің Ақтөбелігі. Олардың да клиенттері бар екен өздерінің, мыналарды алатын. Мына ішінде ошақ, сондайлар ғой. Баняға керек заттар. Манадан бері жолға ренжіп келе жатыр едім, жол жаман деп. Осындай жерге келіп, кәдімгідей көңілім көтеріліп қалады. Керемет. Ырғыз деген комплекс әдемі ашып тастаған екен. Демалатын болып отырмын. Жаңа жол патрульдік полицейскиймен сөйлесіп едім, жаңа сұрап едім, ары қарай жол қалай еді. Мынау деп. Айтыпты, жол шамалы жан жоқта, кемпинг ештеме жоқ. Шаршап тұрсам демалып алып екен, мал көріп деп. Соны демалайын деп отырмын, қазір жоқ шығып. Планы орындалмай қалды. Бұйырған. Қайырлы таң. Біз сол керуендеміз Ырғызда. Қазір тамақтан аламыз, завтрак. Таңғы ас ішіп аламын. Сонымен жолға шығамыз. Таңғы ас осындай. Самса, күрішті сорпа. 1400 теңгеге шықты осының барлығы. Әдемі асханалар ыңғайлы, өзің тамақ таңдайсың. Керемет. Ырғыздан қозғалып бара жатырмыз ал. Таң атты әйтеуір. Жол алдымыз көрінеді әйтеуір бір жақсысы. Түн
Енді бір-екі шоқалақты ұстадым. Ар жақтарда түнде жүре беруге болады енді. Шымкент, Алматы жақтарда. Біздің жақта түнде жүруге болмайды. Қарабұтақтамыз, газ жасап алдық. Мен таңғалып тұрған нәрсем, тек қана 30 литр кетіпті Аралдан бері қарай. Түсініксіз қалай жетіп тұр. Аралдан жасадым, 400 километр шығып тұр. Жалпылама 400 километрға 30 литр жеген осы жолы. Қызық. Өзінен өзі аз не істейме, азыр. Алда Хромтау. Жол осындай. Қатыр соқыр. Жүргің келмейді ғой. Жүруге мотивацияң болмай алады мына жолдарды. Шыдаймыз енді, не істейміз. Үйге алып баратын жол осындай. Мына жолдар қашан тегістеледі екен. Ана жақта жүрген кезде мысалға, жалпы Қызылордадан асқаннан кейін болды ғой, жол жайында қатты уайымдамайсың ғой. Стресс болмайды, напряжение болмайды. Күшеніп отырмайсың. Бір жеріңді қысып дегендей. Батысқа келсең бір жеріңді қысып отырасың дейсің ғой. Сәл мынандай проблема пайда болды. Бір темірдің бір несі шығып тұр уже. Тесеңдеп тұр мынаны. İçine kırı керек енді. Мынандай темір терсектер алып келе жатырмын. Бірақ бұл пайдасыз темірлер емес. Өте пайдалы темірлер. Так, бұл жерге не болды екен? Анау. Газдың ошағының несі түсіп кеткен ғой. Бұның барлығы бар ғой. Бұлардың барлығы. Так, мен сізге айтайын, Шымкенттен алдым ғой бұны. Шымкенттен Қызылордаға дейін ешқандай проблемасыз, ешқандай қозғалмай орнында тұр. Тек мына неден асқаннан кейін, Аралдан асқаннан кейін жаман жолдар басталған кезде, мінекей қазір Хромтауға жақындап келе жатырмын. Сол басталған кезде, содан бастап мынаның барлығы секіреді, прицеп секіреді ғой. Рессорный подвеска болғаннан кейін секіріп орнынан қозғалып жатыр барлығы. Әйтеуір темір болғасын кішкене, әйтеуір Құдай сақтап, нормально. Ондай қатты нелерге қайғырмайды. Қатты жаңа қозғал несіне соққандарға, шоқалақтарға қайғырмайды. Бірақ жолдың кесірі барлығы. Жол жөнделсе жақсы болар еді, өте жақсы болар еді. Мына қараңыздар, ойқы-шойқы гармошка сияқты секіріп келе жатыр. Клиент та жазып жатыр, қашан боласыз деп. Білмеймін қашан болатынды, білмеймін.
қашан боласыз деп жүргізушілерге сұрақ қою қиындау сияқты. Жарайды, шамамен айтасың, бірақ жол қазір алдыңда не болатынын білмейсің, дәл қазір қандай жағдайға ұшырайтыныңды білмейсің, сондықтан қиын айту қашан болатыныңды. Ақтөбеге 18 километр қалып. Ақтөбеге дегенде нақтырақ жаңағы жүкті түсіретін жерге бұйырса. Мынандай видео қарап жатырмын ғой ютубта. Андай Африкада бір андай нелер бар екен, андай племя, тайпалар бар екен да. Таңертең таңғы асқа сиырдың күре тамырын тесіп жібереді де, қанын ағызып, сол қанды таңғы асқа ішеді екен. Содан жүрегім айнып жатыр. Әйтеуір жаңа түскі астан кейін қарамағаныма шүкір деп жатырмын ғой. Да, жеткіздік жүкті. Түсіріп жатырмыз. Осындай банядағыдай ғой, үшін банядағыдай да. Баняның заттары шамамен 10 мың шақырым жүріп тастаған прицептің асты. Неше түрлі заттар салынды ішіне. Жаман емес. Ақтөбеде осындай магазин, мінекей жүгімізді әкелдік. Осындай жүктерді тасыдық. Баняның заттары. Аман-есен келдік, алып келдік, тапсырдық. Ақтөбе металл. Машина жеп-жеңіл болып қалды ғой, кәдімгідей. Рахаттанып келе жатыр. Енді қазір Нұрдәулет мешітінің айналасына баратын. Жақсы донор қай жерде осы Ақтөбеде? Мен өткен жолы да дұрыс таба алмадым. Қазір де дұрыс таба алмай отырмын да, қай жерде донордан жесем екен, қай жерден алып жесем екен деп. 300 метров, поверните налево. Қай жердің доноры халал әрі жақсы Ақтөбеде? Жазып жіберіңіздерші, комментарийға жазыңыздар. Пайдалы болады бәрімізге де. Видеомызда соңына жақындап келе жатыр. Бұйырса енді Оралға, бұлай жүк қарап отырмын Оралға, бірақ ештеңе жоқ әлі. Мен өзіне шықпайтын да сияқты Оралға. Өйткені өткен жолы жинаған кезде Оралға көп зат болған жоқ. Демек бұл оралдықтар индрайверді көп қолданбайды, яғни көбінесе таныс арқылы, сарафанный радио арқылы болады. Оралдықтар, ақтөбеліктер деген сияқты. Солай. Енді солай бос кетеміз. Жалпы видеомызда қорытындысына жақындап келе жатыр, саяхатымыз соңына жақындап келе жатыр. Нұрдәулет мешітінде Түркістан кесенесінің суреті тұр екен. Бұны байқамаппын, жаңа байқамадым. Әпәдемі. Мен Нұрдәулет тек қана мешіт болар деп жүрсем, кәдімгідей торговый дом екен ғой. Мына жерде әдемі жасалған. Осы уақыттан келіп жүріп қой, мән бермей жүріп қой. Тек мешітке кіріп. Ақтөбеден шығып кеттім. Жаңа ішінен газ жасамақ едім.
сыртта газ жоқ екен енді. Проблема. Енді Қобдаға дейін жетіп қалу керек деп ойлап тұрмын газым. Қобдаға дейін жетсе, Қобдада болу керек енді. Далада жаңбыр. Қатты жауып жатыр жаңбыр. Қолдарын лас-лас. Шешіп тастап жатырмын ғой. Темпін. Болмай тұр бәрібір. Жел қатты ұстап тұрса. Осылай барамыз енді. Жаңбыр құйып кетті. Туған жер анам еркелететін, көңілімді менің көркем ететін, қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Қоңыр желескен қойнауларында, сейілдеу ғажап орман бауында, өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағым торғайлары да. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Аллаға шүкір, аман есен Алматыға барып келдік. Жалпы видеоның сапасына, түсірілім сапасына, немесе сөздік қорымның сапасына сұрақтарыңыз болатын болса, әрине мен профессионал, яғни тәжірибелі блогер емеспін. Енді бастап жатырмын. Бұл жүк тасу саласында да енді бастап жатырмын. Бірінші рет кіріп жатырмын. Сондықтан қатты сөгіп, қатты ренжи көрмеңіздер. Әрине сіздермен бірге прогресс, өсу сіздермен бірге болады. Яғни видеолар көп қаралым жинай бастаса, қолдау көбірек болатын болса, видеоның да сапасын өсіруге тырысатын боламын. Және мына жүк тасу саласында сіздермен бірге тәжірибе аламыз. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, Алматы мен Оралға барып келгеннің еңбегі қанша болды, қалай болды, қалай болғанын көрдіңіздер видеода, қанша табыс тапқанымды айтайын. Жалпы Алматыға баруға мен 130 мың теңге таптым, және келуге 82 мың теңге таптым. Барлығы 212 мың теңге. Осы 212 мың теңгеден мен шамамен 100 мыңға жуық жол шығынын жұмсадым баруға, келуге. Әрине, оны үнемдеуге болатын еді. Яғни өзіме жаңағы балық етіп кофе ішпесем, немесе донер жемесем деген сияқты үнемдеуге болатын еді. Және де бұл видеоны мен сіздерге бір нәрсені үйрету үшін, бір нәрсені тәжірибемді бөлісу үшін емес, сіздермен бірге тәжірибе алу үшін. Яғни менің салам бұл емес, менің салам негізі кермелі төбелермен айналысамын.
Егер кермелі төбелерді қалай жасадым, осы уақытта қанша жұмыс атқардым көргілеріңіз келсе, Инстаграмға жазылып көрсеңіздер болады. Жаңағы айтқанымдай, сіздермен бірге өсетін боламыз. Келесі видеода кездескенше қолдауларыңызды күтемін. Қолдап, сәттілік тілеп жіберіңіздер.